Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін біз Астанадамыз. Астанаға жалпы арман қуып келіп қалған жағдайымыз бар еді. Өзі Алла тағала уәде береді ғой. Арманға қарай бір қадам жүрсең, Аллаға қарай бір қадам жүрсең, мен жүгірем дейді. Сол сияқты өзі Құдайдың құдіретімен осындай кісілермен жолығып, неше түрлі адамдарды кездестіріп жатық. Адам дегенде ерлерді. Оның ішінде әйел кісі де бар, біз ер мінезсін. Осы уақытқа дейін бұл кісімен жолығудың арқасында мен өзімнің істеп жүрген тірлігімнің өте аз екенін түсіндім да. Өйткені бұл кісіні таныстыра кететін болсақ, екі көзі де жаңағы көрмейді, сөйте тұра істеп жүрген тірлігі өте көп. Бұны не үшін айтып отырмын? Біз 12 мүшеміз түгел, көзіміз көреді, аяғымыз жүріп тұр, сөйте тұра, біз жаңағы біреуден бір нәрсе сұраймыз да, бұл кісі беріп жүр, қаншама адамға беріп жүр екен. Жүздеген баланы ауруханадан өз қолымен шығарып алып жүрген кісі екен. Бұл кісіні қоғамда таниды, мен бірақ бірінші рет танып отырмын. Сол үшін менің де оқырмандарым танып білсе екен деген үмітпен осы эфирге шығып отырмын. Бұл бірінші менің сұхбатым. Ассалаумағалейкум аға. Өзіңізді бірсыпыра таныстырып өтсеңіз, аты жөніңіз, қайда туылдыңыз, бірсыпыра таныстырып өтсеңіз. Мен есімім Жүзбай Серікұлы болады. Қорғалжын өңірінің тумасымын. 1971 жылғымын. Осы мектеп қабырғасын бітіргеннен кейін осы Астана қаласына келіп, оқуға түсіп, содан бері қызмет етудемін. Міне бүгінгі таңда осы мынау қайырымдылықтың әртүрлісі болады дейді, жасырын жария дейді. Мен де көп сұхбат бермейтін азаматтың, өзі жасырын жасайтын көп нәрсені. Өздеріңізбен танысып қалғаннан кейін жүздеріңізді көріп, жылы шырақ жүздеріңізді көргеннен кейін әрине мен де бір айтып кетейін, басқаға бір үлгі болар, басқа бір сабақ алар, немесе соған ат салысып қосылып қайырымдылық істеуге, халқымызға, елімізге, қоғамымызға бір үлесін қосса деген бақытты айтып отырмын. Әрине Алла тағала бұны көп көрмесін, жария деп сауабымызды азайтпасын дегім келеді. Рахмет аға. Жалпы бұны расында шынында зорға көндірдік ағамызды. Бір ауыз менің оқырмандарым көрсін, білсін деген өтінішпен осы сұхбатқа келіп отыр. Аға, енді сіз жаңа таныстырдыңыз өзіңізді. Сонымен қоса осы мынау қайырымдылық қордың жетекшісіз. Қандай қайырымдылық қор, қай уақыттан басталды, соны айтып өтсеңіз. Мираса қайырымдылық қоғамдық қоры тіркелгеніне 2013 жылы мамыр айының 25-інде тіркелді. Содан бері міне бізге биыл 10 жыл болды. Алла нәсіп осы індет бойынша кішкене толық атап өте алмай қалдық. Көп жұмыстарымызды, іс-шараларымызды халыққа көрсетеміз деген ой болған мақсат. Әрине біздің бірінші мынау жұмысымыздың мақсатымыз қоғамдағы аз қамтылған отбасыларды қолдау, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолдау көрсету және тастанды балалар, зағип жандарды бір ай бойынша оқыту, сценарий жазып, спектакль, мирас насихат деген газет шығардық. Одан міне 27 балам бар, футбольный команда, соларға қолдау көрсеттік. Кейін кезде осы тастанды балалармен жұмыс істеудеміз. Осы 10 жылдың ішінде 100-ден астам ананы баламен алып қалдық. Бұл тастанды бала деген кішкене бағытын айта кетсем, яғни қанды отбасында қалдыру, яғни қыз бала ойнап жүріп отбасы қалып, немесе әртүрлі себептермен баласын тастап атқан кезде бізде осы Астана қаласында 4 перзентханамен қызмет жұмыс істейміз, келісіммен. Сол кезде олар кісілер хабарлайды. Сол біз барып қызға айтамыз, басу айтып, қызым не үшін тастап атсын, неге отказ беру. Сол кезде айтады, мен асырай алмаймын, себептерін, жағдайым жоқ, әке-шешем қарсы, студентпін деп, әртүрлі жігітім тастап кетті. Сол кезде біз басу айтып, асырай алмаймын деп айтады. Сол кезде біз
асырай алмасаң біз сендерге пәтер жалдап берейік, 1 жылға дейін қамқорлық алайық, ішу жеуің бәрін біздің мойнымызда болады. Ал егер жігітің алдап кетсе, жер астына кіріп кетпесе, жігітіңді тауып оны татуластырып қосамыз. Ал енді әке шешеңді қарсы болып жатса, бала бауыр еті, уақыт шешеді деп уақытқа бағыттап, сосын татуластырып, қанды отбасында қалдыру бағытында осылай жұмыс істеп жатырмыз. Яғни біздің мақсат баласын жетім қалдырмай тастату. Түсінікті. Алла разы болсын аға. Бұл үлкен еңбек. Енді маған сондай қызығып отқаным, менің енді таңғалып отқаным, сіз көзіңіз көрмей қалды. Қай уақыттан бастап? Одан кейін сіз көзіңіз көрмей қалса да, бұл іске не үшін бардыңыз? Қайдан келген күш ол? Қайдан? Соны айтып өтсеңіз де бізге, оқырмандарға түсінікті болсын. Ол қайдан келді сол күш? Сол жауапкершілік па? Бізге түсініксіз ол жағдай. Өте орынды сұрақ. Мен 17 жылы көз жанарыма өте көп ота жасалынды. 1 жылдай көрмей үйде жатып қалдым. Қазір силуэт санлау көреді, тұманда жүрем. Аяқ ізбасарын таяқпен жүріп көрем. 17 жылдан. Бірақ Аллаға шүкір қазір. Енді бұл тастанды балалар туралы істеу бағытым бірінші осы қаланың 15 шақырым жерінде Илинка деген ауылда әке шешем тұрады. Бір күні отбасымен, балалармен қонаққа барып әңгімелесіп отырсам, бір кезде әкем айтады: балам, кеше ғана мына қоқыс жәшіктің жанына тірідей баланы пакетке салып тастап кетті дейді. Тозып жүрген иттер талап жатқан кезде көріп қалған адамдар арашалап алыпты. Содан денем дір ете қалып, неге осылай екен деп ой келді. Сосын осы Астана қаласына келіп, мектеп директорымен бір сұхбаттасып отырсам, ол кісі айтады: кеше ғана коробкаға салып есік алдына баланы тастап кетті дейді. Екінші жағдай бір аптаның ішінде. Сосын медреседе осы Нұрсұлтан қаласында танысым бар, ұстаз. Сол кісімен сөйлесіп отырсам, Жүзбай кеше ғана бізге осындай пакетке, коробкаға салып, Алла разылығы үшін атын жазып, аманат сіздерге деп осындай баланы тастап кеткен коробкада көріп, сол жағдайды айтты. Сонда неге маған осындай 3 жағдай бірдей келді деп ойлана бастадым да, осы Астана қаласындағы перзентханаларға бардым, бас дәрігерлеріне барып сөйлестім. Сонда перинатальный центр осында екінші перзентхана болды, бірінші перзентхана. Соның бас дәрігер орынбасары орыс кісі екен. Сонымен сөйлесіп отырсам, ол кісі айтады: вы знаете, 10 лет, 10 жыл бұрын дейді, 15 жыл бұрын бірен саран қазақтар тастаушы еді дейді. А қазір жаппай көп қазақтар тастайды дейді. Басқа ұлттар аз деді да. Сосын мен айттым: ондай болса, сіз отказ беріп жатса, маған міне визиткам, маған хабарласыңызшы, мен өзім сөйлесіп, олармен келісіп тастатпауға тырысайын дедім. Әрине деп, сосын тағы екінші перзентхана бар, үшінші перзентхана. Сосын бас дәрігер денсаулық сақтау басқармасына бардым да айттым: осылай-осылай бәрін басын қосып, мені таныстырыңызшы, мен қызмет еткім келеді, Алла разы болсын деп. Сосын әрине деп, ол кісі басын жинап, дәрігерлердің, бас дәрігер бәрін айтып, ескертіп, осы кісі келген кезде пропуск жасап беріңіздер, сөйлессін бәрімен деп. Міне содан басталып кетті. Бір күнде бұл қызықтың, бір күнде әр перзентханадан келесі күні үйде отырсам, перзентханалардан хабарласып жатыр: мына тастап жатыр, келіңіз. Соның біреуіне барып жатқан кезде екінші перзентхана хабарласты. Үшінші перзентхана. Бір күнде 3 қызбен сөйлескен кезде мен таңғалып қалдым. Өзім мынау қоғамға керек, мен керек екен ғой, расында да болып жатыр екен ғой деп. Содан бастап міне бейімделу орталығын жалдап, тұрғызып, осындай қызбен ананы баласымен алып қалып, қанды отбасында қалдырып отырдым. Бұның екінші, мен осы бағытта жұмыс істеп жатсам, екінші бағыты профилактика ретінде тәрбие тағдырын деген олардың өмірінен алған көрініс жасадым, спектакль, сценарий жаздым. Соны бүкіл мектеп, университет қалаларға, басқа қалаларға қойдым. Яғни 8 класстан, сыныптан жоғарғы балаларға. Соны көрген кезде, свободный микрофон берген кезде сөйлеңіздер деп, сонда Степногорск қаласында жетімдер үйінің балаларын сол театрға, мәдениет үйіне шақырдық, спектакль қойған. Сол кезде бір орыстың қызы микрофонды алып алып, мен орыс қазақша білмесем де, мен по мимике понял, это трогательный, мен жылап отырдым деп, жаңағы айтқан кезде бір әсер алып, бұл керек екенін қоғамға деп осылай қойып, тәрбие алдын алу шараларында атқардық. Жалғыз
міне бүгінгі таңда енді қосымша айтып кетейін сұрағыңызды. Міне бүгін өзі 2020 жыл 4 тамызда, 5 осы 3 тамызда бізге областной перзентханадан хабарласты. Жүзбай Сервис осылай бізге бір тастанды бала болып отыр. 5 баласы бар, мынау 6-шы бала деп. Сонда не болды, не себеп деп сұрасам, жолдасы тастап кетті, қиналып қалған, асырай алмаймын деп, жағдайым жоқ деп жатыр. Содан барып сөйлестім, көмекшіміз екенбіз. Сонда таңғалғаным жаңағы расында да жағдайым жоқ, жұмысы жоқ. Жолдасы тастап кеткенін айтқан кезде денем дір ете қалып, тағы да көмектесейін деп осыны қолға алып, міне қазір осындай қайырымдылық бұрыннан көмектесіп жүрген азаматтардың қолдауымен міне біз қазір ертең Алла қаласа пәтерін жалдап, бүгін шығарып алайық деп отырмыз. Уже кеше пәтерін жалдап қойдық, бүгін Алла қаласа кәттістен кейін барып шығарып аламыз. Қолдау көрсетіп. Бір жылға дейін біздің қамқорлықта болады, пәтер жалдауы, тамақ ішуі, соған аяққа тұрғанша. Рахмет аға. Бұл шынында мынау қазақ елінде жаңағы дүниені жан басына басып жатқан біраз азаматтарды ояту керек деп ойлаймын. Сіздің байқап көріп отырмын, жаңағы бір асып баратқан, ондай бір бизнесіңіз де жоқ. Асып төгіп баратқан. Жай ғана бұл тірліктің бәрі сіздің ниетіңізден, сіздің мойныңызға алған жауапкершіліктен ғана басталып отыр ғой. Сіз жалпы осы тірлікті бастаған кезде, осы қайырымдылық істі, сізде дүние болды ма, сонда үлкен ақша болды ма? Мен өзі қарапайым адамын. Ол кезде өзімнің баспанамда болмаған адам, өзімнің көлігімде болмай, бірақ ниетіме Алла тағала жақсы адамдарды, қайырымдылық, иманды адамдарды, діни адамдарды сондай жаныма жинап жіберді Алла тағала. Соған сансыз шүкірлік қыламын, Аллаға разымын. Осындай жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой, көпті көрсе көл болады деп, сол осындай еліміздің әлде сондай азаматтар барына өзім ризамын. Осындай қайырымдылық қолдау жасап жатқан. Сізді көріп, біз жаңағы оянуымыз керек екенін түсініп отырмыз аға. Міне көрдіңіздер ме, құрметті оқырман, бұл кісінің өзінің баспанасы да жоқ, өзінің астында көлігі жоқ, бірақ осыншама жауапкершілік істі мойнына алғанына қарай Алла тағаламыз күш қуат беріп, осындай үлкен істерді жүргізіп отыр екен. Бұл дегеніміз не? Демек біз бұлай қарап жүруге болмайды. Біз жүгіруіміз керек, біз шапқылауымыз керек. Анық елдің болашағын ойлайтын болсақ, бір кісілер жатыр ғой үйінде, мысалға билікті азынан кешке жамандап қойып, 12 мүшесі түгел астына басып алған мысалға дүниесін. Енді сол кісілерге кішкентай болса да бір түрткі болсақ, осының арқасында бұл керемет. Менің өзім Құдай қаласа осы кісінің ең бірінші қажетті дүниесін сұрай кеткім келіп отыр, осы сұхбат басында. Менің тарапымнан Құдай қаласа мен де бір үлес қосқым келіп отыр. Сіздерге ең қажетті, неге кеп тіреліп тұр, қажеттісі, ең қажеттісі дәл қазіргі таңда? Өте мынау өзі қалай айтсам екен, мынау күбінің істі болуы түтіннен болар септігі дейді ғой. Жерде болған көлеңке аспандағы ұшқан құстында деп, міне сізбен сұхбаттасып отырып, осындай бір елжіреп отқан жайым бар. Сұрайым десем, сұрамасам тағы болмайды. Енді расында да бізге ең өте қазіргі қажетті. Мен енді осы бұрын өзім автобуспен жүріп жүгіріп шаруаларды бітіре беретін, қиналмайтын. Қазір мынандай мүмкіндігім шектеулі болып қалғаннан кейін бізге ең қазір қажет болып отқан осы көлік мәселесі. Бір көлігіміз болса, біз сол перзентханада міне бүгін шығарайық деп отырмыз. Қазір оның өзінде де машина, такси жалдап, соны үйіне дейін апаруымыз керек. Ал егер солдай болса, біз тамағын апарып берсек те өз көлігімізбен, оны шығарып алсақ та өз көлігімізбен, және де мына мүмкіндік шектеулі азаматтарды бір жерден бір жерге апарсақ та көлігіміз болса, нұр үстіне нұр болар еді. Менің бір өтінішім, Алла разылығы үшін қолдау көрсетсеңіз, сол көлік жағынан жеңіл көлік болса, нұр үстіне нұр болар. Бұның бәрі енді қарап тұрсаңыз аға, үлкен бір жай ғана кездесу емес. Менің жаңағы өзі жастайымнан қызығушылығым, менің оқырмандарым біледі, мен көлікті жақсы көремін. Және бұл да бекер емес, сізге қажеттілікті өзі Алла тағала кездестіріп тұр ғой. Енді мен де қобалжып отырмын. Құдай қаласа осы оқырмандарымның алдында, және мына сіздің алдыңызда уәде беремін, менің атымнан сіздерге бір көлік болады. Алла разы болсын.
Бұл сіздердің істеп жатқан істеріңіздің бір бөлігін, 1%-ін болса да менің табыстаған көлігім атқарып жүрсе, сіздермен бірге жүрсе, демек мен де сіздермен жүрмін деп есептеп жүрейін. Құдай қаласа сол мүмкін болса. Қабыл алсаңыздар. Өте әрине қабыл аламыз, өте қуаныштымыз. Біздің қызметкерлерімізді қуанып, әрине мен өте қуанып отырмын. Алла тағала шексіз керемет екені міне өзім тағы да дәлелдеп отыр. Алла тағалам сондай қуаныштымын. Рахмет сізге. Мынау адамның адами құндылығы дейді. Бір-біріне деген мейірімділігі, қайырымдылығы өзінің шын асыл жүрегінен туындауы тиіс дейді. Міне сіз сондай асылдығыңызбен, өзінің шын жүрегіңізбен ниет етіп бізге берсеңіз, біз қабылдаймыз. Алла разы болсын сізге. Сізге де рахмет аға. Үлкен тағы да мың алғыс сізге. Бұл Құдай қаласа, құрметті оқырмандар, әсіресе менің мынау оқырмандарыма бір айта кетерім. Көрдіңіздер ме? Менің өзім мысалға сізді көрген кезде істеп жүрген тірлігімнің өте аз екенін түсіндім да. Енді Құдайдың да құдіреті шексіз ғой. Сіз менің сұхбатымды да көріп өтіпсіз. Сол сұхбатты көріп, сізде бір ниет пайда болды ма осы азаматпен кездессем деген? Бір кішкентай болса да бір. Өте орынды сұрағыңыз. Мен расында да үйде жатып YouTube каналды қосқызып, менен телефоным бәрі голосовой, бәрі соны тыңдап жатсам, Жылқышыбай мырзаға интервью беріпсіз. Сол кезде кереметтілігін, сіздің жан-жақты ойыңыздың жүйрік екенін, ой түбінде керемет болашаққа деген, халқымызға, елімізге деген мақсатыңызды көрген кезде мен таң қалдым да, осы кісі қай жақта екен, қалай тауып алсам ба деген бір ой болды. Міне осы көргенім ол бір апта болған шығар. Бір апта ішінде бұрын шықты. Сол бір аптадан кейін тыңдадым да, осы сонда мына жағында қарайым, енді сараптап жатырмын. Сырт көз сыншыл дейді ғой, сараптап жатсам, сіздің өзіңіздің жай қарапайым халықтың ортасына шыққан, айтқан кезде осындай азаматтар біздің елге керек екен деп ой кетті менде. Сосын екінші, қоғамның демографиясын, яғни өзіңіздің отбасыңыз жайлатқан кезде міне нағыз жігіт екен деп тағы айттым. Мен енді сіздің көзіңізше мақтағаным емес, бұл жерде халықтың көзінше мен шынымды сөз жердегі менің ойымды жеткізіп жатырмын. Сондай азаматтар көп болса екен. Алла тағала осы кісіге дұға жасап, сізге дұға жасап, жұмысы жемісті болып, берекелі болса екен, балалар уайым қайғысыз, денсаулығы, ғұмыр жасы ұзақ болсын деп сөз жерде айтып өткен. Мына қараңыз, енді құдіретті Алла тағаланың күштілігінің тағы да мен алдыңызға айдап әкеп отыр ғой. Мына қараңыз, соны мен таң қалып өзім сізбен сөйлескеніме өзім де бір таң қалып отырмын. Сонда соның жеткізіп, сондай себебімен бір-бірімізді себепші қылып қойды. Алла тағала айтады ғой, мен сендерді бір-біріңе себепші қылам деген екен да. Міне, мынау бір күні әңгіме болсын енді. Бір күні бір бала әкесімен таудың жиегінде келе жатса, таудың тасқа баланың аяғы шалынып құлап түседі. Құлап түсіп бара жатып, ай деп айқай салады. Тау жақтан бір дауыс шығады да, ай деген. Бала түсінбей қалады. Сосын анжақ тауға қарап, сен кімсің десе, анжақтан сен кімсің деп дауыс шығады. Түсінбейді. Сосын әке мынау кім деп әкесіне сұрайды. Сосын бала ашуланады да, сен қорқақсың дейді. Анжақтан тағы дауыс шығады, сен қорқақсың деп. Болмайды, әке мынау кім мені мазақтап атқан деп ашуланып. Сонда әкесі айтады ғой, балам бұл жаңғырық дейді. Өмірді, қоғамда жаңғырық сияқты дейді. Егер сен қайырымдылық істеп, мейірімділік істесең, ол қайтады дейді да. Міне бұл өмірді расында да сіздің еңбегіңіз, сіз осындай жұмысыңыз, елге деген істеп жатқан жұмыстарыңыз, Алла тағала сізге де жемісін берсін дегім келеді. Осы қоғамның халық болып осындай азаматтар көп болса деген бір ниетімді айтқым келеді. Рахмет. Кешіріңіз, 30 минуттың ішінде сыйдыруымыз керек. Тағы да жаңағы бір сұрақ. Мен енді ол жерде, ол сұхбатта осы демография дейді, қазақтың санын көбейту жолын, бір жолын ұсынып өттім. Соны сіз қалай көресіз, қандай жол бар? Соны бір ауыз айта кетсеңіз. Қазақты қалай көбейтеміз? Болар істің басына жақсы келер қасына дейді. Жақсы келер қасына дегендей, міне сізде өзі мына 5 саусақ 5 түрлі ғой. 5 түрлі 5 жақтан әр адамның
өзінің Алла тағала пешенесіне жазып қойған, өзінің тағдырына жазған бір бағыттары бар, жұмыстары. Соны істеп, сонымен өмірден өтеді екен да. Яғни бізде, мен енді мен ортасын ұстағым келеді. Нақты бұл қазір айтып кетсем, көп әйел ол жанама болып кету, көп әйел или былай. Бірақ қазақтың санын көбейту үшін біздің қазір жастарымызға тәлім тәрбие керек. Енді қараңызшы, мен осы сіздің сұхбатыңызда жаңа ғана айтып өттім. 5 баланы анасы мен баласы күйеуі тастап кетіп отыр да. Міне осыдан адам тұжырымдаса, Қазақстанның халқы көп болу үшін, демографиямыз, яғни санын көбейту үшін әр адам, әр қазақ жалғызым деп, яғни біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бәрі бос дегенде абай айтамыз қандай, біз құрметтеп, мына қыздарымызды шет мемлекеттеріне шығармай, жібермей, өзіміздің қазақ жігіттері сондай батыр, намысшыл, қайратты, жігерлі, еңбекқор болса, сонда отбасын сақтап қалатындай, балаларын көбейтетіндей болса, және де бұрынғы ата-бабаларымыз қарайықшы. Сонда о кісілер тоқал алды, анау алды, 3 бала, әйелі бар, 4 баласы ешкім айтпайтын бұрын. Қазір осындай бір кісілер бірден айтып жатса, соның артынан өсек әңгіме айтып кетеді. Ол біздің қазағымыздың санын көбейтіп жатқан әрекет қой, амалдар. Мен оны екі жағында құптағым келеді. Яғни біздің санымызды көбейту үшін әр жақтан әрекет жасаған жақсы болады. Нұр үстіне нұр болады. Міндетті түрде ол жаңа мен қозғаған тақырыбым ол 2 әйел алу деген, демек мен бүкіл қазаққа 2 әйел алам деген сөз емес, ол қолынан келгендер өзінің жауапкершілігін арттыртып алсын, ал келмегендер өзінен туылған өз баласын сақтап қалсын. Сол ғой енді, мен айтқым келгені сол енді, ол бүкіл қазақ еліне, қазақстандықтың бәріне мен 2 әйел алып жеткізем деген ондай ой болған жоқ. Жай ғана мен осылай істеп жатырмын, басқа адамдар не істеп жатыр деген сияқты сұхбатқа шыққам. Сол сұхбаттың арқасында осындай сіз сияқты кеше алдыңғы күні осы 5 күннің ішінде мен не деген осы елдің қамын ойлаған азаматтармен кездесіп отырмын да. Менің бұл айтқым келгені бір-ақ қадам менің жасағаным, сол елдің алдына шығып, сол шындықты өзімнің жасап жүрген дүниемді айттым, ел болашағы үшін деп. Енді қалғанын бәрін өзі Алла тағала реттеп, осы 5 күннің ішінде не деген азаматтармен кездесіп отырмын. Аға, сіз жандандырғым келеді сөзіңізді. Сіздің осы істеп жатқаныңыз, мен осы 10 жыл бұрын шаңырақ деген қайырымдылық қорының ішінен шаңырақ деген танысу бұрышын ашқам да. Сонда 16 жастан 100 жасқа дейін деп қойғам да. Сонда ақсақалдар да келді, үлкен кісілер, жастар да келді. Сонда қанша отбасы қазір есептен 100-ден астам тағы сол отбасын қосыппын да. Соның ортасына. Сонда бұл жерде біз психологиялық тренинг жүргіземіз, қалай отбасын сақтап қалу, қалай құрметтеу, ізгі ниет, ізет ету. Біз соның бәрін үйреттік. Сонда қалай мына бізде қызық, бір күні тренингте жүргізіп жатсам, бәрін жинап алдым да, сіз не үшін ажырастыңыз дедім да, әр адамда ажырасқанда бар ортасында. Сіз не үшін десем, біреуі ақша үшін ажырасқан, біреуі әртүрлі жағдайлармен ажырасқан да. Сонда айтам, ең үлкені сонда 40 жыл тұрып ажырасқан екен да. Аға, не болды сізге осынша жасқа келіп отбасыңызбен ажырасып кеттіңіз десем, наңарас. Мен енді тағы айтқан болар ма болмайым. Сонда бір дүние үшін, ақша үшін бір-бірімен қырылысып, сондай отбасын шайқалып қалды да. Содан кейін басқа ел іздеп жүрді да. Сонда түсіндіріп біз айтқаннан кейін көп адамды қайтадан өз отбасына қосуға тырыстық. Өйткені бала-шағасы өзінің туған балалары болғаннан кейін жетім қалмасын, сыртта қалмасын деп. Әрине, көп адамдар да бізге жаңағы, біз енді ондай насихаттаған жоқпыз ол жерде көп әйел алуды. Бірақ көп әйел кісілердің де ұсыныс жасағандары болды. Мен осындай 2-ші әйел алайын деп ем, иманды, намазхандары бар ма деп сондай ұсыныстар жасады. Бірақ ол жағынан біз қызмет еткен жоқпыз, шын айтқанда. Рахмет аға. Мынау енді бұл біздің жобамыздың ары қарай бірге бағытымыздың Құдай қаласа бастамасы деп санаймын. Жаңағы сұхбаттың басында айтып өттім. Құдай қаласа менің атымнан сіздің қорларыңызға осы істеріңіздің бір кішкентай ғана болса себепкер болып жүруіне бір көлік менің атымнан.
аманшылықта жолығайық, ісіміз оңды болсын. Бұл біздің бір үлкен мақсатқа деген, болашаққа деген бір ісіміздің бастамасы болсын. Құдай ұзағынан сүйіндірсін, Құдай қуат берсін. Аман болайық аға. Аумин. Енді қосымша бірақ осы сөз айтып кетсем, мен енді мынау мүмкіндік шектеулі азамат болғаннан кейін қосымша біздің міне қарасақ қоғамда қарттар үйі бар, жетімдер үйі бар да, мына көз жанарынан айырылған азаматтардың үйлері жоқ екен да, зағип жандардың. Тәуелсіз еркін өмір сүру орталығы. Міне Алла қалап сонда көз жанарынан айырылған адамдар Қазақстан бойынша 70 мыңнан астам екен да. Ол әртүрлі. Ал мына Астана қаласының өзінде де сондай зағиптар 2 мыңнан астам. Яғни бұл жерде сол кісілерге деген тәуелсіз еркін өмір сүру орталығын салу мақсатында біз қазір жерді алдық. Егер қолдау көрсетем, тағы да атсалысам деп атқан азаматтар болса, біз әрқашан сол кісілерді қабылдауға дайынбыз. Яғни тәуелсіз еркін өмір сүру орталығында онда комплекс болады, бәрі болады, кітапханасы да, асханасы да, ол жерде жатып, қайтадан басқа қаладан келсе, онда тұрады да қайтадан жұмыстарын бітіріп кете алатындай жағдай жасаймыз. Оның ішінде салауатты өмір насихаттайтын тренажерный залдары, бассейні, комплекс болады да. Осындай бір ғимарат салмақ ойымыз бар, мақсатымыз, Алла қаласа. Мақсатыңыз болса, демек оған сіздің әбден көзіңіз жеткен, ол мақсат орындалады, ол адамдар табылады, алдыңызға Алла тағала алып келіп қояды өздерін. Ең бастысы сіз мақсатыңыздан таймасаңыз, Құдай қуат берсе, аман болсаңыз болды, басқасын бәрі орындалып тұр деп санаймын. Ал сізге аман болайық аға. Сізге көп рахмет, осындай біздің жанашырымыз болып, үлесіңізді қосып, қайырымдылыққа үлес қосып жатқан осындай көлік алып берем дегеніңізге біз өте қуаныштымыз. Алла разы болсын деймін. Рахмет. Алла разы болсын.